Сәлем, құрметті қазақстандықтар. Дінаралық саясат тым нәзік, әрі бір сәтке болсын назарсыз қалдыруға болмайтын саясат. Сондықтан дін саласы бойынша құқықтық реттеу жүйесі мемлекетіміз үшін ауадай қажет. Демек, дін мен мемлекет байланысының ара жігін айқындайтын бірден бір құрал ол заңдар. Мәселен, 1992 жылы елімізде діни сенім бостандығы мен діни бірлестіктер туралы заң қабылданды. Ал 2011 жылдың 11 қазанында діни қызмет және діни бірлестіктер туралы жаңа заң қабылданған болатын. Зайырлы мемлекет қағидаттарына сай, барлық діндер мен діни бірлестіктер заң алдында тең. Заңнама олар үшін бірдей құқықтар мен міндеттіліктер бекітеді. Ең әуелі, бізде мемлекет діннен, дін мемлекеттен бөлінген. Және ешбір дін мемлекеттік немесе міндетті дін ретінде белгіленбейді. Сосын, ешкім өзінің діни нанымдарының себептері арқылы Қазақстан Республикасы Конституциясы мен заңдарында көрсетілген міндеттерден бас тартуға құқығы жоқ. Мемлекет ешқандай діни бірлестіктердің ісіне араласпайды. Алайда, заңға қайшы келсе ғана мемлекет діни бірлестіктердің қызметіне араласады. Сосын, діни бірлестіктер діни сенім өкілдері емес, мемлекеттік билік пен басқару органдарының сайлауларына қатыспайды. Діни сипаттағы партиялар мен басқа да саяси құрылымдардың құрылуына, сондай-ақ діни бірлестіктердің саяси партиялар жұмысына араласуына, немесе оларға қаржылық қолдау көрсетуіне жол берілмейді. Мемлекет дінді ұстанушы азаматтар мен дінді ұстанбайтын азаматтар арасында төзімділік пен сыйластық қарым-қатынастарын орнатуға бағытталған белсенді саясат жүргізеді. Діни экстремизмді насихаттауға, сондай-ақ конфессиялар арасындағы айырмашылықтарды саяси мақсаттарда қолдануға бағытталған әрекеттерге рұқсат берілмейді. Елде дін саласындағы саясатты бірқатар органдар жүзеге асырады. Ол Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің дін істері комитеті, жергілікті жердегі дін істері және қоғамдық даму басқармалары. Құрметті көрермен, басты делінген қағидаттар мен заңдарды қысқа да нұсқа ұғындырдым деп ойлаймын. Рахмет.